осы елдің білім беру жүйесін жетілдіру үшін не істеу керек, қандай ұсыныс керек, қалай сіздер сол оқулықта өздеріңізге автордың келген оқулығына баға бересіздер? Ерекше қасиетті адамдар. Оқулықтану деген сөз болмаған. Бізде тәжірибе ғылымның алдына шығып кетті. Бүкіл миллиондаған баланың білімін бірдей бағалау жүйесін іске асыруымыз керек. Физикадан білім деңгейі қандай деген сұраққа жауап берілмейді. Орта білім беру жүйесінде бір баланың білім беру жүйесін көтеруді үйренуіміз керек. Тек қана қателеспеу керек. Ал енді осы қиындық Қазақстанның басында туып отырған. Барлық елдердің басында бар. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мұғалімдер бөлмесінің кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз. Өздеріңізбен бірге мен Балғын Жүрсінқызы. Біздің бүгінгі қонағымыз педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының президенті Құсайынов Асқарбек Қабыкенұлы. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды бастамас бұрын мұғалімдер бөлмесі бағдарламасының бас демеушісі ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығына алғысымызды білдіреміз. Ал Асқарбек аға, біздің шақыртуымызды қабыл алып, сұхбатқа келгеніңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Енді осы өзіңіз басқарып отырған педагогикалық ғылымдар академиясының жалпы шығу тарихына, мақсаты қандай, онда кімдер қызмет атқарады, соған тоқталсаңыз. Ұстаздар, мынау келіп отырған жеріміз ұстаздар. Тілегі деген орталық екен, үлкен орталық, тақауда ашылған байқап отырмыз. Ұстаздардың да тілегі өзінің алдындағы шәкіртке жақсы тәлім тәрбие беру. Ол тікелей елдің тілегі. Сондықтан осы атына сәйкес ұстаздарымыздың тілегі қабыл болғай. Көп рахмет. Шынымен де ұстаз деген баланың өмір жолының бағытының дұрыс болуына бірден бір себепкер тұлға ғой. Барлық тілектеріңіз қабыл болсын, рахмет. Енді жаңағы педагогикалық... Біздің педагог ғылымдар академиясы бұдан 16 жыл бұрын құрылды. Онда біз ғалымдар ойландық. Ақылдасып отырып, осылай бірігіп отырып бір қоғамдық бірлестік құрсақ. Білім және ғылым министрлігіне, үкіметіміздің осы білім мен жаңағы айтқан тәрбие мәселелеріне байланысты салиқалы ой айтып, солар іске асыруына көмек көрсету. Сол арманымыз. Мақсаттарымыз осы болды, иә? Осы академияның ашылуындағы. Сол мақсатқа жеттік деп айта аласыз ба, осы 16 жылдың ішінде? Қазақта жақсы сөз бар ғой. Жүгіргенге жүрмек неттің бе? Әйтеуір адал ниетпен қоғам болып бірге еңбек еткеннен кейінгі жерде әрине ол нәтиже болады. Жалпы білім саласы туралы мәселе көтерілгенде оған жеңіл қарауға болмайды. Өйткені ол өте күрделі дүние. Адам тәрбиесі, адамға білім беру ол тамшылап жасалынатын дүние. Біз де ғалым ретінде біріншіден осы әлемдік озық елдердің білім беру жүйесі жөнін зерттеу жөнінде алдымызға мақсат қойдық. Мен политехникалық институт оқыдым. Инженер электрик деген мамандық алдым. Содан политехникалық институт энергетика факультетінің негізінде Алматы энергетикалық институт құрылды. Ол Советтер одағында 3-ші энергетикалық институт болды. 75-ші жылы құрылды. Содан ол кезде СССР жоғарғы министрлігі жаңадан құрылған жас институтты қолдау мақсатында соған шетелде Германияға аспирантураға бір орын берді. Ондағы мақсат жас институтқа шетелде білім алған ұстаздармен күшейту әлеуетін. Соған конкурс болды, мен сол конкурсты жеңіп алып, 76 жылы Германияға сапарға шықтым. Тамаша. 3 жыл Германияда оқыдым. Ильменау қаласында техникалық окон университетте оқыдым. Сол жақта неміс тілінде жазып диссертация қорғап, Германияның доктор инженер деген атақ алдым. Кей кезде мен қалжыңдап айтам, қазір доктор, PhD деп жатырмыз. Сол Қазақстанда алғашқы доктор меймін шетелде қорғаған. Техника саласында мен бірінші адаммын шетелде ғылыми доктор атағын алған. Одан қайтып келіп, энергетикалық институтта жұмыстар жасадым. Содан 91 жылы мені сол кездегі білім министрі Шайтсан Шаяхметов шақырды. Ол кісі өте бір салиқалы, кең ойлайтын, ақын жанды, өз МГУ-да кандидаттық диссертация қорғаған, докторлық диссертация қорғаған, білімі де терең адам болады. Халыққа белгілі, қоғамға танымал үлкен, парасатты жан. Содан алдында ұсыныстар болып жүретін министрліктен. Министрлікке, қызметке шақырып, мен бармай жүрмін. Содан август аяғында 91 жылы
министр шақырып жатыр дегенде айттым үйге отбасында. Енді бір өзгеріс болады осы. Бір тегін шақырмайтын шығар министр. Қабылдадыңыз ұсынысты? Содан министрге келдім. Содан министрмен отырып ол кісі маған жағдайды айтып, былай айтты, ашығын айтқанда. Мен тәуелсіздікке де қатысты сол әңгіме. Мен бұрында министр едім деді. Қазір де министрмін. Мен бұрында отырдым осы кабинетте, қазір де отырмын. Бірақ бұрын мен Қазақстан Республикасының білім министрі болғанда біз одақтық министрлікке бағынатын едік. Советтер одағының жоғарғы білім министрлігіне. Мен республиканың министрі болғанмен де одақтық министрдің бір орынбасары сияқты едім. Өйткені барлық құжаттар сол жақтан келді. Қазақстанда бір кафедра ашу үшін рұқсатты Москвадан аласыз. Барлық жұмыстар Москва арқылы істеледі. Бір оқу орнын ашу үшін Москвадан рұқсат. Енді егеменді елміз деді. Тәуелсіз елміз. Енді Москва жоқ. Мен осы елдің білім беру жүйесін енді өзім басқаруым керек. Не істеу керек екенін біз өзіміз шешуіміз керек. Бұл жеңіл дүние емес, бұндай тәжірибе болған жоқ бізде. Ал сол үшін мен ойлаймын, қандай терең адам. Біз шет елдің озық тәжірибесін зерттеп білуіміз керек. Соның негізінде шешім қабылдауымыз керек деді. Содан әңгімені маған қарай бұрып, біз сені білеміз. Сіз Европада білім алдыңыз, ғылыми атақ алдыңыз. Сондықтан сізді мен осы қызметке шақырам, министрлікке. Келіңіз, бір басқарма ашайық. Ол басқарма тікелей менімен жұмыс жасайтын басқарма болады. Біз еліміздің келешегі үшін қандай озық тәжірибелерді пайдалануымыз керек, қай ел зерттеуіміз керек, соның бәрін өзің шешуің керек басқарма. Сонымен басқарманың аты қалай деді, мен айттым, енді ойламаған жерден, ойымда жоқ. Содан кішкене әрі-бері сөйлесіп, қарап отырсам, министрім шешім қабылдап қойған. Сонымен ұлықсат сұрадым. Енді ертеңге шейін ойланайын деп. Содан жаңа министр маған қалжыңдап айтады. Сен кіммен сөйлесіп отырғанын білесің ба? Мына мен үкіметтің мүшесімін ғой. Сонда сен маған жоқ дейін деп отырсың ба дейді ғой маған. Енді қалай шешілді? Таңертең келдім 9-да. Сөйтсем мен кабинет дайындап қойып, көмекші айтады, жүріңіз кабинетіңіз көрсетейік. Мен айтам, енді мен бір заявление жазғам жоқ, бірдеңе істегем жоқ. Сіз енді республиканың білім саласының бір үлкен басшысыз ғой. Бәрі өздері біледі, керек не жаздырып алып, жүріңіз кабинетке. Министрге кіріп шығайын десем, сонда министрге жоқ деп айтайын деп, көмекшісі жігіт таныс. Жоқ деп айтайын деп кірем дейді. Енді бітті әңгіме. Сонымен министрге кірдім. Есіктен кіргеннен кейін министр маған қалқалай кабинетін көрдің ба дейді. Ол бітті, одан басқа сөйлеуші. Сонымен маған министр тапсырма қойды. Сіз үлкен басқарма құрыңыз. Мақсатыңыз шет елдің білім беру жүйесін зерттеу. Содан мен қарап зерттеп қарасам, бұл үлкен ғылым саласы екен. Салыстырмалы педагогика. Немесе шет ел көптеген елдер салыстырмалы білім беру дейді. Ол ғылым саласы Советтер одағында дамымаған екен. Себебі социалистік жүйе мен капиталистік жүйе қатар тұрған уақытта сіз социалистік жүйені мақтап қана жұмыс жасауды қорытындылайсыз. Ал сіз капиталистік жүйенің, мысалы Германия, Франция, қандай елдің болсын, Америка мақтап отырып, оның артықшылығын айтып, нәтижесі қорытындыласаңыз, ол жұмысыңыз қабылданбайды. Тек қана советтік одақ, советтік жүйені мақтау керек. Сонан ол ғылым дамымаған. Содан сол ғылым саласымен басталдым. Министр еркіндік берді. Көптеген елдерді араладым. Көптеген елдердің білім беру жүйесін зерттедім. Сонымен мен осы ғылымға келдім. Осы ғылым мені өте тартты. Жақсы, себебі бұл енді педагог ғылымның ішінде жеке, өз алдына жеке сала. Оның мақсаты жаңағы бізде математиканы жақсы оқыту, тарихты жақсы оқыту методика емес. Бұл білім беру жүйесін зерттеу. Жалпы қандай үлкен реформа болды. Оның мақсаты не? Ол неге апарды? Елде қандай жұмыс? Сөйтіп мемлекеттік тұрғыда. Сөйтіп мен ақырындап осы білім беру жүйесіне мемлекеттік көзқарас қалыптасты. Содан біраз уақыт жұмыс жасағаннан кейін мен көптеген мақалалар жаздым. Мен бұқаралық ақпарат құралдарына ғылыми мақалалар. Содан бірде қазақ әдебиеті газетінде үлкен мақалам шықты. Екі нөміріне. Ұлттық ғылым академиясының жанында жаңағы үлкен ғалымдармен кездесіп қалдым. Содан сол кісілердің ортасында әңгіме маған айтты. Мақалаларыңды оқыдық. 4-5 үлкен академик. Енді сен мақала жазба. Сен үлкен монографиялық еңбек жаз. Қазақ елінің білім беру өзің істедің аппаратта білесің. Әлемдік
білім беру жүйесінің даму ерекшеліктерін білесің, жазып жүрсің. Соның бәрін қорытындылап, осы елдің білім беру жүйесін жетілдіру үшін не істеу керек, қандай ұсыныс керек, соны отырып сен жаз, біз саған өтінеміз деп жаңағы үлкен академиктер қайран қалдым. Әрі берді жоқ болмайды деді, сен жазуың керек. Қазақстанның білім беру жүйесі туралы әңгіме көтеру үшін алдымен сіз өзіңіздің еліңіздің білім беру жүйесінің дамуын білуіңіз керек. Одан кейін бүкіл әлемдегі озық тәжірибені білуіңіз керек. Соның негізінде барып, не істеу керек деген сұраққа бару керек. Өйткені қазақ елінің өзінің білім жүйесінің даму тарихы бар, өзінің ерекшелігі бар. Сол болмайды, Сингапурда былай көшіріп аламын деген болмайды. Ол компаративистік, былай жалғасты түрде, жүйелі түрде. Содан қарасам, бұл өте үлкен екен. Содан мен 4-5 жыл отырдым. Соның негізінде әлемдегі және Қазақстандағы білім беру жүйесі деген монографиялық еңбек жаздым. Развитие системы образования в мире и в Казахстане. Сол еңбек, үлкен монографиялық еңбек 13 жыл шықты. Академияның бірінші үлкен еңбектерінің бірі. Ол еңбектің көптеген еліміз тұсаукесері болды. Ол еңбектің Ресей білім академиясында үлкен ғылыми кеңесінде талқылау болды. Оған МГУ, Санкт-Петербург, Ресейдің көптеген өңірлерінен үлкен ғалымдар келді, 100-ден артық ғалымдар қатысты. Солар туралы үлкен мақала жазылды. Сонымен сол еңбекті олар өтініш жасап, біз енді өзіміз басып шығарайық деп. Содан сол білім дамыту стратегиясы институты, ол үлкен институт, 1000-нан артық адам бар. Солардың үлкен 70 жылдық үлкен еңбектер болғанда, олар өздерінің сол 70 жылғы институттың жасаған 30 томдық еңбегін жасады, шығарды. Сонымен қоса 31-ші том қып менің еңбегім жазып шығарды Москвада. Үлкен тапсыру. Міне осындай, одан басқа академияның, бұл енді біздің академияның еліміздің білім беру жүйесін дамыту жөніндегі ғалымдардың ой пікірі. Ал жаңағы оқулық туралы айтып кеттіңіз. Бұл арада да академияның біраз жұмыстары бар. Мен 1999 жылы о кезде Рауан қазақ білім баспасына директор болып келген уақытта, сол кезде жаңа буын оқулықтардың туралы бізде шығаратын болдық. Содан маған ой келді ғалым болғаннан кейін. Бұл оқулық деген қандай нәрсе? Оның ғылымы бар ма? Қалай болса жазыла ма оқулық? Әлде оның бір ғылыми негізі бар ма? Содан зерттесем, Қазақстанда оқулықтану ғылымы жөнінде ешқандай ғылыми еңбектер жоқ екен. Мүлдем? Ешқандай жоқ. Бірде-бір ғылыми еңбек жоқ. Мүлде жоқ. Себебі біз советтік заманда Қазақстан оқулық шығармаған елміз. Оқулықтың бәрі Москвада шықты, біз бүкіл орта мектеп білім жүйесі аударма оқулықпен оқыдық. Қазақстанда шыққан оқулар қазақ тілі, қазақша шығардық. Аздап қазақ әдебиетін шығардық. Сонан кейін Қазақстан тарих кішкене шығардық. Содан зерттей Лұқман Асылов деген үлкен 30 жылдан артық еңбек өтілі бар, үлкен мақты редактор, бас редактордың орынбасары. Сол кісімен сөзге шақыртып айттым. Сіз енді 30 жыл оқулықпен отырсыз, енді аударма оқулық болса да. Осы ғылым бар ма? Қалай сіздер сол оқулықта өздеріңізге автордың келген оқулығына баға бересіздер? Қалай түзетесіздер? Қандай негізден өңдейсіздер? Тәжірибе. Мен айтым, тұра тұрыңыз, тәжірибе болғанда ғылым емес пе? Енді біз 30 жыл тәжірибе жарайды. Онда былай айттым. Сіз енді өзіңіз басқа жұмысты қойыңыз. Сіз өзіңіздің тәжірибеңізді жазыңызшы. Дедім де, өзім жастарды жинап ап, зерттедім. Сөйтсем, бұның біраз ғылымы бар. Бұл тіпті Ян Каменскийден бастап 400-500 тарихы бар үлкен ғылым оқулықтан. Қазақстанда ештеңе жоқ, білмейміз. Содан зерттеп, ол кісі материал жазып әкелді. Мен мына жақтан өзім тапқан материалдарды қойдым да айттым. Ал енді сіз мынауыңызды қараңызшы мешітте. Сөйтсем ол кісі айтады, ай, менің жазғандарымның көбі мына жерде ғылым екен ғой. Ойламаған ғой ғылым екен. Мен айттым, онда ол қабылай істейік. Енді бір ғылыми еңбек жасайық. Содан екеуміз отырып, оқулықтанудың өзекті мәселелер деген монографиялық еңбек жаздық. Сонда оқулықтану деген сөз біз бірінші рет Қазақстанға қолдануға енгіздік. Оқулықтану деген сөз болмаған. Учебнике видения. Сол монографиялық еңбек шықты, үлкен 200 беттей. Ол алғашқы еліміздегі оқулықтану ғылымы бағытында шыққан алғашқы ғылыми еңбек болды.
оқулықтану саласында Лұқман Асылбекеміз Қазақстанда оқулықтану ғылымының негізін салған ғалымдармыз. Содан бастап Қазақстанда оқулықтану ғылымы дами бастады. Бізде тәжірибе ғылымның алдына шығып кетті. Өйткені қандай болмасын тәуелсіздік елдің мақсаты, арманы өзінің ұлттық оқулығын дайындау. Үйтік ұлттық оқулық деген сөз ол сол елдің өзінің үлкен мемлекеттік бағдарламасы саясатына байланысты. Қандай болмасын ел өзінің ұрпағын қалай тәрбиелеймін десе, солай оқулығын жасады. Сондықтан уақыт жоқ, оқулықтар шыға бастады. Ал оқулықтану ғылымы кенже қалып қойды. Демек, оқулықтану ғылым ретінде тәжірибенің соңында жүрдік. Тәжірибенің алдына шыға алмадық. Өйткені оқулық жазына еліміздің жаңа оқулықтар жазылып кетті. Сонымен жалпы оқулық жасау үшін бұл 3-4 нәрсе орындалу керек, қандай елде болмасын. Бірінші, авторлардың оқулықтану ғылымынан хабары бар адамдар болу керек. Ол ғылым ретінде. Мысалы, сіз мықты тарихшысыз, мықты физиксіз, сіз оқулық жазасыз. Дұрыс, сіз физикаңызды білесіз. Ал сіз оқулық жазып отырсыз, демек сіз оқулықтану ғылымын білуіңіз керек, оның ерекшеліктері, қойылатын талаптар. Екінші, оқулықтың сапасын анықтау критерийлер жүйесі болу керек. Ол өте күрделі дүние. Академик Колмогоров жақсы оқулық жазудың қиындығы реактивті ұшақ жасаумен бір дейді екен. Реактивті ұшақ жасау күрделі ме, оны бағалау күрделі ме? Демек, сондай күрделі дүние оқулықтың да сондай қойылатын талаптары бар. Үшінші, эксперттер. Оған сапасын бағалайтын эксперттердің ғылымнан хабары болу керек. Сонан кейін министрлік деңгейінде, оқулық орталық деңгейінде сол жұмысты ұйымдастыру керек. Міне осы әңгімелер тәуба Құдай, қазір мынау білім беру саласында үлкен түсіністік бар. Министр Асхат Аймағамбетұлы жұмысқа келгелі осы оқулыққа ерекше көп мән беріп жатыр. Қазір енді министрлік деңгейінде шешім қабылданды. Жазылған оқулықтың авторларының оқулықтану ғылымын оқымаған, содан білім алмаса, олардың оқулықтар қабылданбайтын болды. Мен айтар едім, бұл үлкен тарихи шешім. Яғни нақты қойылды. Сіз оқулық автор жазып жүрсіз бе? Демек, сіз өзіңіздің оқулықтану ғылымын меңгерген адам екенін дәлелдеңіз. Бұл өте үлкен тарихи шешім. Екінші, жаңа буын оқулықтар. Қазір Қазақстанда тағы да бір білім саласына байланысты халық біледі, білім сапасының төмен болған себеп біз әлемдік қауымдастықта, әлемдік бейзат, теміз бөліс сияқты зерттеулерде Қазақстан жоғары орын көрсете алмай отыр. Демек, оның бір себебі білім мазмұнында. Бұрын біз білім, білік, дағды бағытымен жұмыс жасайтын болсақ, енді қазір білім, білік, дағдымен бірге балалардың құзыреттілігін қалыптастырып, нәтижеге бағдарлаған білім беру концепциясы бар. Осыған өте ауыр, ол жеңіл дүние емес. Көптеген елдер 20-30 жыл уақытын жіберді. Сондықтан осы бағытта жаңа буын оқулықтар жасау, міне осы талаптар негізінде жасалыну керек. Біз соған байланысты жаңа критерийлер жүйесін жасадық. Сол біздің ұсынысымыз бойынша критерийлер жүйесіне біз ұсыныс бердік. Министрлікте мақұлданды, рахмет. Сонымен оқулық орталығымен бірігіп отырып, қазір сол жаңа буын оқулықтардың, жаңа заман талабына сай жазылатын оқулықтардың білім сапасын анықтаудың критерийлер жүйесін жасадық. 128 критериймен оқулық сапасы анықталынады. 19 бағытта 128 критерий. Міне ол да министрлік тарапынан қабылданып мақұлданды. Қазір енді эксперттер оқытылып жатыр. Демек, бұл өте күрделі дүниеге ғылыми негізде жол салынды. Тәуба Құдай, осы жолмен әрі қарай жүретін болсақ, елімізде оқулық сапасы жаңа деңгейге көтерілетін болады. Сондықтан енді осы жұмыс алла жазса баянды болады деп ойлаймын мен. Өйткені қазір біздің академия оқулық авторларын оқыту орталығын аштық. Біз қазір 300-ден аса авторларды оқыттық. Әлі де оқытып жатырмыз. Білім беру жүйесі өте күрделі дүние. Білім беру жүйесін жай бұлай бір-екі ауыз сөзбен бұның сапасы бүгін төмен, неге жылдам көтермейміз деген қоғамда әңгімелер айтылады. Мысалы, білім беру жүйесінің 8 құраушысы бар. Сол 8 құраушысы бірдей сапалы болса ғана білім беру жүйесі дамиды. Бірінші құраушы жаңа айтқан білім мазмұны. Жаңа айттым сізге. Мазмұн тиянақты болды. Жаңа айтқандай нәтижеге бір мазмұн жасалған. Екінші оқулық. Үшінші мониторинг білім сапасын бағалау деген сөз. Мысалы, қазіргі уақытта біз Қазақстанда
Қазақстанның балаларының 8-ші сыныпта оқитын балаларының физикадан білім деңгейі қандай деген сұраққа жауап бере алмаймыз. Себебі әр сыныпта мұғалім баға қояды. Сіз кешіріңіз. Сонда Қазақстанда 10.000 7-ші сынып болса, 7.000 мектеп бар. Сол 10.000 сыныпта сабақ беріп жүрген физиканың мұғалімдерінің барлық қойған 3-4-5-і бірдей ме? Бірдей емес. Онда сіз маған айтыңызшы. Бүкіл Қазақстанда 7-ші сыныпта оқитын балалардың физикадан білім деңгейі қандай? Міне, бұл мониторинг. Яғни біз бүкіл барлық сыныптар бойынша, барлық пәндер бойынша бүкіл миллиондаған баланың білімін бірдей бағалау жүйесін іске асыруымыз керек. Оңай ма, қиын ба? Өте қиын. Міне осылай кете береді. Сонда 8 құраушысы бар. Сонда мен айтам, егер де 8 құраушысының біреуі ғана оқулық жасау қиындық реактивтік шартпен бірдей болса, оның қалғандарында қиындығы сондай. Сонда Қазақстанда 7.000-нан артық мектепте оқып жүрген миллиондаған баланың білім сапасын көтеру қиындығы кішігірім реактивті космос кораблін жасағанмен бірдей. Енді сұрақ. Космос кораблі ғылымсыз жасалды ма? Еліміздің білім беру жүйесінің ғылыми негізін жасай алмадық. Міне қазір еліміздің мемлекеттік білім мен ғылымды дамытудың 20-25 жылдан аралған мемлекеттік жоспарында орта білім беру жүйесін дамытудың ғылыми негізін жасау керек деген бап енгізілді. Бұл керемет бап, тарихи бап. Енді алдымызға нақты мәселе қойып түсінік бар. Ол ғылым жүйесі өте күрделі жүйе. Оны дамыту үшін оның ғылыми негізі керек. Міне сол ғылыми негізді жасау жөнінде мемлекеттік бағдарлама жазылды. Мен бұны үлкен тарихи шешім деп, міне осыған атсалысқымыз келеді. Барлық елдер жаңағы бағыттарда жұмыс жасайды. Білім сапасын. Стандарт жасаймыз дейді, мұғалім дейді, мониторинг дейді, ұйымдастыру жұмысы дейді, ғылыми зерттеу дейді, осы толып жатыр бағыттар. Бірақ та әлемдік тәжірибе. Қай елде осы жұмыстар жүйелі жүреді, сол елдің ғана білім сапасы көтеріледі. Қай елде жүйесі жүреді, білім көтерілмейді. Екінші жағынан қарапайым тағы да айтсам, түсінікті болу үшін. Мысалы, миллиондаған бала оқиды. Сіз бір шелек суды, немесе бір тонна суды тазарту үшін нені үйренуіңіз керек? Бір тамшы суды тазартуды үйренуіңіз керек. Бір тамшы суды тазартуды үйренсеңіз, сіз бір шелек, бір тонна су тазартасыз. Ғылыми негіз деген сөз. Біз Қазақстанда орта білім беру жүйесінде бір баланың білім беру жүйесін көтеруді үйренуіміз керек. Соған жұмыс жасауымыз керек. Сонда біз миллиондаған баланың білім көтереміз. Шымкент облысының білім басқармасының басшылары маған өтініш жасады. Сіз осы идеяңызды 2 күн тыңдадық сізді. Тәжірибелік жұмыс жасайықшы Шымкентте, облыста біз ниетіміз бар деп. Бұл қай жылдары? Содан тәуба Құдай 18-19, 19-20 жылдары оқу жылдары. Біз қазір Түркістан облысында алғашқыда 18-19 жылы 2 ауданда, Төле би және Отырар ауданында 18 мектеп. Одан кейін эксперименттік нәтижесі талқыланғаннан кейін олар өтініш жасап 19-20 оқу жылында 43 мектеп, 4 аудан, Төле би, Ордабасы, Отырар, Сайрам аудандары 43 мектепке менің ғылыми идеям бойынша білім сапасын көтеру дегеніміз, бір баланың білім сапасын көтеру деген идея бойынша жұмыс жасадық. Сол экспериментке 350 мұғалім, 3,5 мыңдай бала қатысты. Соның нәтижесі толық идеямыздың дұрыстығын анықтап шықты. Сонымен біз 2 жылғы жасаған эксперименттің нәтижесін бір монографиялық еңбек етебінде көрсетіп отырмыз. Түркі академияның институтта сол ұстаздардың тілегіне байланысты көптеген өзіміздің жұмыстарымыз жүргізіп жатырмыз. Жақсаға оқулыққа оралсақ, қазіргі кезде әртүрлі оқулықтар шығаратын баспалар көп қой, бар ғой. Солардың сапасы сын көтере ме? Сіздің ойыңыз қандай? 3 нәрсе жасалыну керек. Демек біз егер де оқулықтың сапасы жақсы болсын деп айтатын болсақ, авторларымыздың білімі болу керек дейтін болсақ, оларды оқытуды біз енді бастадық. Енді ғана, Міне енді біз 300 адамды оқыттық. Алдағы уақытта авторларды оқытамыз. Демек, оқулықтану ғылымы меңгермеген автордың оқулығының сапасы жақсы болмайды.
Ал мұндай жандар бар ғой бізде? Бар, енді ол бар. Енді сондықтан ол министрлік осы бағытты бәрін түсінгеннен кейін, министрлік осы оқулық сапасын көтеру мәселесін ғылыми негізде қойып отыр. Ол бір күнде шешілмейді, бірақ осы негізде шешіледі. Сондықтан қазіргі уақытта жақсы білемін, қоғамда сын көп, ол рас. Енді соны сапаны көтерудің жолы осы жолдары басталды. Енді Алла жазса, бір күнде емес, оқулықтың өзі жүздеген оқулық болады. Жүздеген мыңдаған оқу құралдары. Оның авторларының бәрін бір күнде сіз сапасын көтере алмайсыз. Енді ол жұмыстар әрине бұдан әлдеқайда ертерек. Сондықтан қазіргі жағдайда не істеу керек дегенде мен айтамын. Басталды жұмыс. Алла жазса, осы жұмыс жалғасатын болса, авторларымыздың бәрі білім алатын болса, сапалы оқулықтан ғылым меңгеретін болса, оқулыққа қойылатын авторларымыз жаңағы 128 критерийді меңгереді. Қазір бізден оқығандар айтады. Үлкен ғалымдар, докторлар, профессорлар оқулық жазған. Бірнеше жыл оқулық жазған адамдар айтады. Егер де біз оқулықтану ғылымын ертерек меңгергенімізде, оқулығымыздың деңгейі әлдеқайда жоғары болар деп өздері мойындап отыр. Біз авторларға дұрыс қарауымыз керек. Авторлардың біз бір нәрсе жасағанда адамдарға үлкен кеңпейілдікпен, түсініспен қарауымыз керек. Мысалы, сіз айтайық, математика пәнінің мұғалімісіз. Сіз математиксіз, жақсы білесіз. Сіз енді өз бетіңізбен тырнақтап жинап оқулықтану ғылымын оқи алмайсыз ғой. Оған құлақтыңыз жетпейді ғой. Сіз физиксіз. Ал міне біз енді оқулықтану ғылымын меңгерген адамдар соны жүйелеп сізге келіп отырмыз. Сіз физиксіз, мықты тарихшысыз, ғалама ғалымсыз. Енді мынау ғылымда көңіл аударыңызшы. Оқулық деген мынадай дүние, оған мынадай талаптар қойылады. Сіз қағып аласыз оны. Түсінесіз, сол жолға түсесіз. Тамаша ғой. Жақсы. Ал электронды оқулықтар қазіргі кезде дамып жатыр, ол да сіздің көзқарасыңыз қандай? Мынау бұл арада 3 түрлі оқулық бар. Қағаз оқулықтар бар. Содан кейін қағаз оқулықтардың электрондық қосымшалары болады. Содан кейін барып мультимедиалық қосымша, одан кейін электронды оқулық. Мынау қағаз оқулықтың электрондық вариантын электронды оқулық дейді. Ол копия, ол электронды оқулық емес. Ол қағаз оқулықтың электронды көшірмесі. Сіз ана қағаз оқулықты оқисыз ба, әлде сол қағаз оқулықтың сіз электронды нұсқаны оқисыз. Ол басқа нәрсе. Ал енді электронды оқулық деген, ол мен сізге оның ортадағын айтайын. Мысалы, қағаз оқулықтың мультимедиалық қосымшасы. Мысалы, сіз физика пәнін оқысаңыз, физика пәнінде жаңағы бір эксперимент туралы, бір заңдылық туралы айтады да, сол заңдылықты сіз көз алдыңызға елестету үшін жаңағы электрондық қосымшасын алып, соны көресіз. Бір нәрсеге бір нәрсе соғылса, ол қозғалса деген сияқтылардың бәрі, ол электрондық қосымшаның ішінде тұрады. Сіз қағазын оқисыз, содан кейін электрондық қосымшада соның экспериментін көресіз. Бұның өзі, осы қағаз оқулықтарға әр бетіне, әр тарауға қажетті электрондық қосымша жасаудың өзі өте күрделі дүние. $10,000 $1000 қажет етеді. Ал электронды оқулық үшін, ол меніңше ойлаймын, біз еліміздегі ол алдағы 10-15 жылдың дүниесі. Егер де біз орта білім беру жүйесінің ғылыми негізін жасап, сол арқылы жұмыс бастасақ, онда біз бір-бір сыныптан ғана жылжи аламыз. 10 жылға бірде жүріп кете алмаймыз. Сонда біз 10 жылды жүру үшін ғалым ретінде айтайын, 10 жыл уақыт керек. Әстен. Өйткені сіз енді ойлаңыз маған. Сіз маған айтыңыз, сіз Қазақстанда оқитын миллион баланың бәр пән бойынша білім сапасын анықтайтын мониторинг бір жылда жасап бересіз бе? Жоқ, әрине. Осындай бәрі солай. 8 құраушының бәрі сондай. Өте күрделі. Сіз 10 жылда оқитын балаға жаңағыдай заман талабына сай электронды оқулықтар жасап бере аласыз ба? Авторлар енді оқытып отыр. То есть бұл арада білім саласында асығыстық көтермейді ешіне. Бізде осы уақытқа шейінгі жылдам істегіміз керек, жылдам көтере салғымыз керек. Мен кей уақытта қалжыңдап айтамын, кешіріңіздер. Білім беру жүйесін көтеру қиындығы. Кішігірім космос кораблін жасаумен бірдей болса, кім айтты сізге космос корабль бір жылда жасалды деп айтыңызшы. Дамыған елдердің білім деңгейіне қазақстандық білім деңгейін көтере алсақ, одан біз ол үшін біз үлкен жетістік. 30 жыл отырдық қой. Ертең өтіп кетеді ғой 15 жыл. Бірақ сол дұрыс жолға түсуіміз керек. Бұл арада үлкен бүкіл қоғам, ұстаздар болсын, түсіну керек. Ұстаздардың көмегі көп. Бетпердеміз шешсек, сонда бір конференция өткіземіз өзіміздің осы жұмысымызға байланысты. Сонда осы ұстаз тілегі
орталық арқылы ұстаздардың бәрін шақырармыз, келсін, мұғалімдерден естісін өздері. Эксперимент, ғылыми идеяның эксперимент іске асуын, білім сапасы қалай көтерді, не көтерді, ұстаздар өздері айтсын. Жаңағы кітабымызды алсын, оқысын. То есть біртіндеп жүруге болады. Оның ештеңеде ұтылмаймыз біз. Міне көз ашып жұмғанша 30 жыл өтті тәуелсіздігімізге. Алдағы 15 жыл деген тарихи кезеңде тек қана қателеспеу керек. Тек қана салиқалы ғылыми негізде жүру керек. Дұрыс жолды біліп анықтап, Қазір енді бүкіл әлемде осындай аумалы төкпелі кезең болып кетті ғой. Еліміздегі пандемия, онлайн оқу жүйесі арқылы балалардың білім алуы, жалпы білім сапасын төмендетіп жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыз? Мен компаративист ғалым ретінде біз Қазақстанда салыстырма педагогика орталығын құрдық. Дүниежүзілік салыстырмалы педагогика орталығының кеңестің, бүкіл дүниежүзілік салыстырмалы ғылым білім беру кеңесі деген кеңес бар. Оның құрамында 40 шақты ел бар. Біз қазақстандық компаративист ғалымдар Қазақстанның салыстырмалы орталығы дүниежүзілік кеңестің мүшесі. Ал енді осы қиындық Қазақстанның басында туып отырған. Барлық елдердің басында бар. Қиындық бірдей. Барлық жерлерде балалар қиналып жатыр. Біздерде дүниежүзілік қоғамдық кеңесте Африка елдері бар, Азия елдері бар, Европа елдері бар. Европаның дамыған елдерінің өзінде қиналып отыр. Сондықтан бұл жалпы адамзаттың басына түскен қиындық. Оған байланысты біз Қазақстанда шамамыз келгенше өзімізше осы қиындыққа байланысты шешімдер қабылдап жатырмыз. Сіздер Африканың елдерінде қандай шешім қабылдамаған елдер көп. Мен естіп отырмын. Дүниежүзілік кеңестің мүшелері айтады, біз білмейміз дейді, не істейтінімізді. Вообще қалдық дейді. Сондықтан бұл бәрі салыстырмалы дүние. Анау үлкен кеңесте отырғанда, әр елдің адамдары сөйлеген уақытта мен сонда көзім жетті. Ойлайтынмын, кейбір елдерде бұл жеңіл болып жатқан шығар жоқ. Ешбір Америка елде қатты қиналып отыр. Америка қатты қиналып, Европаның дамайында қатты қиналып отыр балаларына білім беру жөнінде. Себебі қандай болмасын, қашықтан білім беру, ол мектепте балаға оның ұстазында жүріп, жанында жүріп берген біліммен салыстыруға келмейді. Өйткені білім тәрбие. Біз осыны айтуымыз керек. Сіз зуммен отырып, баланы көңіліңіздегідей тәрбиелей алмайсыз. Ұстаз адам, міне оны ұстаздарға естісе олар біледі ғой. Ұстаз адам әр баланың жанына кеп, арқасынан қағып, көз жанарына көңіл аударып, оның ішкі психологиясын түсініп, ол бала қиналып отырма, ренжіп отырма, шаршап отырма, ол баланың бүгінгі психофизиологиялық жағдайы қалай, оған қалай тапсырма беру керек, қалай сөйлесу керек. Міне ұстаз адам осының бәрін байқайды. Ұстаз адам ол үлкен дирижер сияқты. Ол анау классқа кіргенде бүкіл класты меңгеру керек. Әр баланың көңіл күйін, деңгейін, дайындығын, бір бала дайындалмай қалса, оған мүмкін ол үйінде жағдай болмаған шығар, өмір ғой. Ұстаз адам, мықты ұстаз адам, мықты психолог, мықты педагог соның бәрін сезу керек те, әр балаға қатынаса керек. Бір бала оқымай қалса, айналайын сәуле, ештеңе етпейді, ерте оқисың ғой. Соның өзі баланың қантатына ертеңін оқып келеді бала. Ал оны сіз зуммен қалай айтасыз? Біз енді бүгін ұстаз тілегінде отырмыз ғой. Ұстаз деген ол үлкен, өте күрделі мамандық иесі. Ол баланың үлкен жанашыры. Ұстаз жақсы жердің ұстанымы деген сөз, жақсы деген, ол ұстаздың қолында. Сондықтан ұстаз арасында да мектептің жүрегі. Ұстаз мықты болса, сонда мектеп мықты болады. Маған кей кезде сұрақ қояды. Баламызды дейді, қай мектепке берейік дейді. Жиі қойылатын сұрақ қой негізі ата-аналардың арасында. Қай мектептің ұстазы жақсы соған бересіз. Қарамаңыз, мектептің шторы алтындаған, күмістелген, партасы алтын, күміс, ағаш. Ол жерде қай ұстаз мықты жауап береді. Сол мықты ұстазға балаңыз мықты болып шығады. Сонда айтады, электронды бірдеңе шірдеңке, компьютер бірдеңе, ол екінші орында. Бірінші адам ұстаз. Ұстаз болса болды. Біз ауылда оқыдық. Мен мысалы Қайнар орталық мектебінде, Абыралы, Семейден, мен айтам, мен темір жолдан 300 километр жүрген ауылда болдым. Көргім жоқ, мен орыс халқы жолмаған ауылымызда, орысша сөйлеген жоқпыз. Сонда мен сол Қайнар орта мектебінің ұстаздарына күні бүгінге шейін қайран қалам, өзімді оқытқан ұстаздарға. Міне мен қазір жас емеспін. Сол ұстаздарымның атын күніге шейін айтып жүрмін. Мен математикадан Күләш Жұмағұловна Нұрбекенова деген адам сабақ берді.
бір күні 9 класста енді басталғанда бұл кісі менің партада тұрған қағаздарымды былай алып қойды да, ақырын маған бір үлкен амбарында кітап әкеп, журнал есептер жинап алдыма қойды да, былай белгілеп қойды, мынаны шығар деп. Қарасам күрделі есеп. Содан кейіннен байқадым. Ол кісінің менің алдыма қойған есептер жинағы сборник задач для поступающих МГУ. Москваның университетіне лама түсетін үшін абитуриентке беретін есепті маған беріпті. Сіздің қабілетіңізді байқап. Сол 9 сыныптан бастап, сіз сенсеңіз, 9-10 класста мен 1,5 жыл бойы для сборник задач для поступающих МВТУ имени Баумана, Москва техникалық университет, МГУ-ға түсетін жинақтардың есебін шығардым. Сонда мен ойлаймын қазір. Қазақ ауылы. Ол кісі соны не үшін жаздырып алды? Орысша. Соны маған несіне беріп отыр? Ол кісіге қосымша жұмыс қой. Ол кісіге ешкім ақша беріп жатқан жоқ қой ол үшін. Содан кейін қалады менімен. Өзі мектептің директор тағы да. Содан кейін сұрайды қалай шығардым деп. Еще маған ақыл кеңес береді. Күні бүгінге шейін мен қайран қалам. Міне нағыз ұстаз. Мен егер де бір нәрсеге жеткен болсам өмірде, онда мен сол мектептегі ұстаздарыма борыштар адаммын. Физикадан сондай. Барлық пәндерде біздің Қайнарда, Қайнар орта мектебінде ұстаздар өте мықты болды, мен әрқайсысы туралы айта аламын. Міне сондықтан бүгінгі мен ұстаздар тілегі ғылыми әдістемелік орталығына сіздердің шақырғандарыңыз қабылдап келгендегі себебім, жалпы ұстаздарға бірінші өзімнің ұстаздарыма алғыс айтайын. Екінші, еліміздегі осылай балаға, келешек ұрпаққа жан тәнімен еңбек етіп жүрген ұстаздар көп бізде. Біздің Қазақстанның білім беру жүйесінің бір жетістігі, мектепте бізде жақсы ұстаздар көп. Өзін-өзі дамытатын, өзі терең білім алған, жан-жақты білім алғысы келетін ұстаздар қауым бар. Соның арқасында біздің еліміздің білім беру жүйесі қазір егер де бір деңгейде болсақ, соның арқасында. Ал енді сол ұстаздарға көмек көрсетсек, олардың сұраныстарын қамтамасыз етсек. Сондықтан мен мынау бүгінгі ұстаз тілегі орталығына алғыс айтқым келеді. Жақсы іс бастаған екенсіздер. Рахмет. Балғын енді өзіңіз сияқты жақсы журналистер келіп біздерді сұрақ қойып, қинап, бірден айтып деп жатсыздар. Оған да рахмет. Соның бәрі жақсы болсын. Еліміз келешекте болсын. Ұстаздар түсінсін, білсін, әр мектептің ұстазы білсін. Олар ерекше қасиетті адамдар. Әр адамның қолынан ұстаз болу келмейді. Мысалы, мен айтам, мен енді қазір 5-6 академигімін, 10 шақты университеттің шетелдік бар профессорымын, тағы да толып жатыр. Бірақ мен мектепте 2 күн сабақ бере алмаймын. Бастауыш мен 2 күн қашып кетемін. Мойындайсыз ғой оны? Мойындаймын. Ана 30 еркемен қалай жұмыс жасаймын мен? Шыдамаймын мен. Сондықтан ұстаз ол Алланың сыйы. Жақсы ұстаз болу қасиетті, ол Алла тағаланың бір үлкен сыйы. Осы жақсы ұстаздық мамандықты қалап алған адамдар, олар шын мәнінде халықтың шынайы құрметіне лайық жандар. Жапон елінде бір сөз бар. Егер де дейді, мектепке кәсіби деңгейі төмен бір ұстаз келетін болса, білім беру жүйесі содан 40 жыл зардап шегеді дейді. Шынымен ғой, ойланып қараса. Сондықтан ол елде мына ұстаз дайындауға ерекше, ол жеке әңгіме. Әр ұстаздың қолында алдарында көздері жаутаңда отырған балалардың келешегі бар. Солардың ғұмыры бар. Ұстаз соны білсе, анау балалардың келешегі бәрі сол ұстаздың сабағына байланысты екенін білсе, онда біздің еліміз келешекте болады. Сосын ол елде мынадай бір сөз бар. Біз қазір Европа елінде емес, Европа елінде проблема ауырлау, қиындау. Өйткені Европа елі ұзақ жылдар баласын тәрбиелеумен шұғылданбады. Олар экономика деді, қаражат деді, өнім деді, сонымен тәрбие босатып болды. Олар мойындап отыр қазір. Ал мынау шығыс елдері ұрпақ тәрбиесін жоғалтпаған елдер. Білімнің сапасы ұстаздың берген дәрісіне байланысты, сабағына байланысты. Әр ұстаз әр сабаққа хирург адам операция жасауға қалай дайындалатын болса, әр ұстаз әр сабағына солай дайындалу керек. Қараңызшы. Қандай керемет салыстыру. Әр ұстаз сабаққа кірердің алдында хирургтың операция көруге қалай дайындалып, қалай ойланып кіретін болса, солай кіру керек. Сөйтіп әр сабақ өте маңызды болу керек. Сонда білім сапалы болады.
Енді ұстаздардың да ұстазы бар деп айтып қалдыңыз. Негізгі білімнің фундаменті деп айтып жатамыз ғой, бастауыш сыныпта қаланады ғой. Сол бастауыш сыныпта мықты мамандар болу үшін ұстаздарға қандай жағдай жасалу керек? Көптеген елдерде бастауыш мектепте тек қана магистрлар сабақ береді. Сондай қағида, критерий бар, иә? Ал бізде сондай ережені енгізуге бола ма, әлде қандай да кедергілер бар ма? Жоқ, оның бәрі тағы да бір күнде болмайды. Мен сізге оңтүстік шығыс Азия елдерімен Қазақстанды айтпай-ақ қояйын. Оларға кім ұстаз болады? Сіз қалай ұстаз бола аласыз деген сұраққа жауап берейін. Мысалы, жаңа Сингапурда болсын, Японияда болсын, Кореяда болсын, кім ұстаз бола алады? Ұстаз болу үшін 6 ерекшелік бар. Бірінші, мектепті ең үздік 5-10-15% жақсылардың қатарындағы адам ғана өзінің құжатын педагогикалық оқу орнына тапсыра алады. То есть педагогикалық оқу орнына тапсыру үшін сіз мектепте ең мықты оқыған адам болуыңыз керек. Білім. Бірінші. Екінші. Дәріс алғашқы күннен бастап практикалық негізде беріледі. То есть алған теориялық білім мен практикалық білім ұштасып отырады. Одан кейін сіз айтайық, содан кейін оқу барысында сіздің үнемі біліміңіз тексеріліп отырады. Одан кейін айтайық, сіз енді бітірдіңіз, бакалавр болдыңыз. Онда үлкен тексеруден өтесіз, емтихан тапсырасыз. Содан кейін сіз магистратураға келесіз. Онда тағы да сіз магистратураның тексерістен өтесіз. Енді сіз магистратураны жақсы бітіріп, мектепке келгеннен кейін, сізді бірден мектеп қабылдамайды. Онда үлкен қоғамдық комиссия бар. Ол қоғамдық комиссия, сіз магистрсыз, мектепте жақсы оқыдыңыз, жақсы білім алдыңыз. Сіз балаларға қандай деңгейде дәріс бересіз, соны тексереді. Қоғамдық комиссия. Оның үшін үлкен әл салған адамдар отырады. То есть сізге ұстаздық қабылдауға бола ма, болмай ма? Өте күрделі емтихан. Одан өтесіз, магистрсіз. Одан кейін 6-шы сізге жеке класс бермейді. Сіздің жаныңызға тәлімгер бекітеді. Ол тәлімгер өте тәжірибелі ұстаз. Сіз магистрсыз, мектеп жаңағының бәрін өттіңіз, 5-іңнен. Енді сіз кеп тұрсыз. Сонда сіздің жаныңызға тәлімгермен, бірінші күннен бастап сіз тәлімгермен бірге сабақ дайындайсыз. Тәлімгер сізге сабағыңызға кіреді, пікірін айтады, өз сабағына шақырады. Сөйтіп сізбен кем дегенде жарты жыл шұғылданады. Сосын жарты жылдан кейін тәлімгер егерде сізге дұрыс, енді бұл кісі жетілді сабақ беруге болады десе ғана сізге класс беріп қабылдайды. Әйтпесе қабылдамайды. Бұндай жүйе сонда шетелде дамыған ғой, бар ғой, иә? Шетел болғанда бұл мынау оңтүстік шығыс Азия елдері. Біз мен бағана бір сөз айттым ғой сізге. Білім сапасының дамуы орта білім, экономикаға байланысты. Біз оңтүстік шығыс Азия тигр елдері білеміз ғой. Тигр елдердің экономикасы қарыштап дамыған елдер ғой. Сол елдердің бәрінде іске асырылып отыр. Олар біледі, экономиканың дамуы мектеп, а мектептің жүрегі ұстаз. Сондықтан жаңағыдай талапты қойып отыр. Ал біздер енді әзірше ондай талап қоя алмай отырмыз. Бізде педучилище бітіргендер көп, сырттан оқығандар бар, университеттің өзінде деңгей. Міне осыда қазір қоғамда түсіністік бар. Алдағы уақытта ойлаймын, мен осы бағытта да жұмыстар жүретін болар. Қазір магистр болу керек деген әңгімелер айтылып жатыр. Мысалы, біз бұрыннан көтердік. Бізде мен көптен айттым оны. Бізде педагогикалық колледждер бар. Мен айттым, бізде алғашқы қадамның бірі сол педагогикалық колледжді бітірген, педагогикалық мамандықта бітіргендердің білім деңгейін ең алдымен бакалаврдың деңгейіне жеткізуіміз керек. Сіз енді қанша дегенмен жаңағындай 6 деңгейді өткен, тіпті мектепке келгеннен кейін жарты жыл тәлімгермен шұғылданған магистрдің білім деңгейін байқауымыз керек қой, қандай екен. Біз соған талаптануымыз керек қой. Сондықтан бұл да алдағы уақытта істелетін жұмыстардың бірі.
То есть байқап отырмын ғой, байқап отырсыз, білім өте күрделі. Өте. Әлемдік тәжірибеде көп дүниелер бар. Оны қайсысындай сұрақ қойсаңыз да, мен сізге осындай көптеген әлемдік тәжірибені айта аламын. Құрметті Асқарбек Қабыкенұлы, осылай алтын уақытыңызды келіп, бізге тұжырымды пікіріңізді, жүйелі бір бағытқа негізделген ойларыңызбен бөлісіп, көптеген көмек сөздеріңізді ұсынғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Деніңіз сау болсын, осылай шақырған ұсыныстарды қабылдап, әрдайым күлімдеп, барлық шығармашылығыңыз дамып жүре беріңіз. Әумин, рахмет. Ал енді ұстаз тілегі деген орталық, тағы да айтам, ұстаздың тілегі оң тілек. Ұстаз қашанда өзінің қоршаған ортасына, алдындағы шәкіртіне, туған туысына үнемі ақ тілегін айтып жүретін адам. Ұстаз тілегі қабыл болсын, ұстаз тілегі орталығының жұмысы жемісті болсын. Әмин. Рахмет сізге. Сау болыңыздар.